Халқымыз руынды тәрбиелегің келсе, ұлыңды, ұлтыңды тәрбиелегің келсе, қызыңды тәрбиеле деген. Әйел бір қолымен бесікті тербетсе, бір қолымен әлемді тербетеді. Қазіргі осы бүгінгі қоғамда дәстүрге жол ұйымының өз мойнына алған миссиясы осы даналық ойдан бастау алады. Яғни ұйым мақсаты ұлт дәстүрін жаңғыртудағы әйел ана рөлін көтеру арқылы ұлттың баянды кемел болашағын қамдайды. Осы қоғамдағы бірлестіктің құрылған негізгі мақсаты чаттар арқылы жүріп жатыр. Негізгі басымдық ұрпақ тәрбиесіне оң ықпалын тигізген әжелер, апалар, аналар, абысындар, жеңгелер институттарының озық бағыттарын насихаттап, кейінгі ұрпаққа үйрету. Сонымен қатар ұмытылып бара жатқан ұлттық дәстүріміздің ағайын туыс бірлігіне дәнекер болатын түрлерін жаңғыртып, өмірімізге енгізуді айрықша мән береді. Жан дүниенің айнасы адамның көркі киім киюдегі қазақ өнегесін паш ету. Дастархан мәзіріміздегі ерекше ғұрпымызды көрсетіп, тәрбиелік маңызы бар зерделеуде ұйым қолға алған игі шаралардың бірі болып табылады. Кезінде алаш ардақтысы Әлихан Бөкейханұлы айтқандай, тіпті бұл құндылықтарымызды ұлттық идеяны негізге ету қажеттігін өсиет етіп қалдырған болатын. Осыны ескерсек, ұлттық дәстүрге ерекше көзқарас саясаттың қалыптасуы бүгінде өте өзекті деп ойлаймыз. Қазақстан Республикасы президенті жанындағы әйелдер істері және отбасылық демографиялық саясат жөніндегі комиссияның мүшесі, Қазақ аналары дәстүрге жол республикалық қоғамдық бірлестігінің төрайымы, бүгінде Сенат Қазақстан Республикасы мүшесі Жүгінісова Айнұр Серікқызы ұйымның негізгі ұстанымы отбасылық құндылықтар, қазақ кимешегінен қасиетінен әйел ананың отбасындағы қоғамдағы рөлі, тәрбиелік танымдық мәселелер, әйелдердің жеке тұлғалық өсуі, рухани дамуы туралы ғана айтылып қоймай, оны іс жүзінде көрсетудің мақсат тұтқан. Бірлестік мүшелері жерлерде жастармен жұмыс жүргізіп жатыр. Осындай жұмыстардың негізгі дені біздің Павлодар облысы бойынша әр мектептермен, колледждермен қарқынды жүруде. Қазақта әйел орамал тартпаса, арын ұмытады, күйеуінің барын ұмытады, шашы тамаққа түседі, үйіне келген қонақтың азары түседі деген сөз бар. Міне талай ақынның жырына, шешендердің нақыл сөзіне арқау болған сол бір дүниенің қадірінің төмендеп кеткенін сезінгенде іштей қынжыласыз. Орамал ана екенінді, біреудің Құдай қосқан жар екенінді, ақ адал ниетпен аттаған шаңырағының бар екенін білдіретін белгі, басты қасиеті осында жатыр. Ырымдардың бірі ретінде арашы үшін ортаға орамал тастау ишарасын айтуға болады. Беделі жоғары сыйланалар қос тарапты арашалап бейбіт келісімге, мәмілеге келуге шақыру мақсатында орамалын ортаға лақтырған. Сондықтан орамал, кимешек бұл қасиетті ұғым. Ұлттық киімімізді наурызда ғана кимей, күнделікті өмірде кию, дресс-кодты қалыптастырғанымыз жөн болар. Өзіміздің осы ұлттық киімімізді қазіргі заманға сай етіп киюді әдетке айналдырсақ құлақып болар еді. Классикалық киімдерге де қазақы ою-өрнектерді қосып отыруға болады. Бүгінде осы қазақ аналары дәстүрге жол ұйымының аналары кимешекті дәріптеп жүр. Бұл біздің ұлттық төл бас киіміміз. Қай ұлттан болсын бір елі жоғары тұрған жылылық, тіл көзден омырауды жабу, үлкен кию аналар тобығына дейін түсіріп киген бұны. Кимешектің артында терлік болған. Қолөнершілер осы кимешектің түрлерін әдемілеп нақыштап, әр жасқа байланысты етіп тігіп жатыр. Кимешекке сұраныс көп. Бүгінгі күнде біздің білгеннен білмегеніміз көп. Ақ орамал бұл киелі.
Ақ орамал, жай орамал деп ойлама шырағым. Ақ орамал, пәк орамал, басыңа сал қырағым. Ақ орамал, жеткізбеген қыз келіншек арманы, жүректегі кілттің құлпын ашатұғын тармаға. Ақ орамал, елдің мұңы, абыройы, ақ ойы, ақ орамал бой жеткенді ұзататын ақ тойы. Ақ орамал, ақ армандар халқымыздың дәстүрі, ақ орамал салтымыздың ішіндегі ақ гүлі. Ақ шәлінің салмағы бар ескі дәстүр ғұрыптан, қазақ жоңғар шайқасында дүйім ерлер ұрысқан, даудамайды сол кезде де тоқтау болып жан-жаққа. Ақ аналар орамалмен алып қалған ұрыстан. Бейбіт өмір, ізгі ниет, ақ тілектер, ақ сезім, бәрі басталады жабудағы иықтан. Ақ кебешек тағып алып, ақ тілекті үнімен, ақ келіншек ақ сүтімен емізген де сәбиін. Ақ бесікке үкі тағып, әжемді айтқан әлдеген. Кеше барып, ақ орамал сатып алдым сыйлыққа, қыздарыма жол ашайын кәде қылып иыққа. Күні кеше бой жеткенем, мен де шығып тұрмысқа. Ақ жаулықты аналарым ақ жол түсіп, орамалдан шашу жауып, енгізіп ет шаңыраққа. Ақ орамал, таза орамал, ұлттық сана мәні бар, аяқ асты қалмасыншы, қадірін оның біліп ал. Халқымыздың ғасырлар бойы жазған зор еңбектері, салт дәстүр әдет ғұрып, үлгілері мен өнегелері соның айғағы. Бүгінгі күні болашақта қазақ елінің және қазақ халқының алдында тұрған ізгілікті мұраты, ықылым заманнан келе жатқан дәстүрімізді, озық үлгілер мен игі салт дәстүрлерді, әдет ғұрпымызды, бабаларымыздың бізге қалдырған асыл мұрасын кейінгі ұрпаққа жеткізу осы баршамыздың арман, ой, мақсатымыз болу керек. Сондықтан тілімізді, салтымызды ұмытпайық. Тіл болған жерде ұлт бар. Ақ кимешек киген асыл жүректі батыл аналарымыз қазақ аналар дәстүрге жол республикалық қоғамдық бірлестігі ашылғаннан бері өздерінің жұмыстарын жақсы атқарып келеді. Бабамыздан қалған асыл қазынамыз, ұлттық құндылығымызды сақтай білейік, қадірлі достар. Каналға тіркеліп, үліпіл басып, пікір қалдырып отырайық. Келесі шығатын видеоларды жіберіп алмаңыздар.